Бір кездері маған барлық ауылға тидің, енді дымды да қатырмайсың деген еді. Біреуге бірдеңе қатырамын деп күйеуге тиген жоқпын негізінде ше. Сөйтіп осылай сапармен әр қалаға барып жүрдім. Жылма жыл 3 қызды болдым. Психологпен ретриттерде болдым. Шәкірттер тәрбиеледім, наставник болдым. Білім алу үшін Алматы мен Шымкенттің былайынша айтқанда тоздырдым ғой. СММ мамандарын дайындадым. Журналистика бойынша, СММ бойынша команда жинадым. Контентке әр идеяға басыммен кірдім. Табысым да еселенді. Биыл еще 2 үй алдым. Біреуі анама, екіншісі өзіме қалаған заттарымды рұқсат ете бастадым. Офлайн обучениелер өттім да. Әуелі Алланың құдіреті ғой, ретриттерге қайта барып видеоларды түсіріп жүрдім да. Осы жылы мені телеарнаға қонақ етіп шақыртты. Енді оның бәріне Инстаграм көмектесті. Енді сіз де жылап отыра бермей, блогыңызды бүгіннен бастап кетсеңізші, табысқа шығыңыз. Блог жайлы менің парақшама тіркеліп алыңыз, YouTube каналыма.